Қарашаның қақаған суық кеші еді. Алматының аспанын қалың бұлт торлап, ызғарлы жел көшелерді кезіп жүрді. Адамдардың бәрі үйіне асығып, көшеде сирек жан ғана көрінетін. Сол кеште көп қабатты ескі тұрғын үйдің күзетшісі болып жұмыс істейтін Мұрат Әбдіқадырұлы әдеттегідей ауладағы шамдарды тексеріп кіреберістің маңын сыпырып жүрген еді. Жасы 42-ге келген ол өмірден көп нәрсені күтпейтін еді. Таңертең жұмысқа келіп, кешке шағын ғана бөлмесіне кіретін. Бар болғаны 8 шаршы метрлік тар бөлме. Бір темір кереует, ескі үстел, шағын электр плитасы және қабырға бойына тізілген кітаптар. Жалақысы азық-түлік пен коммуналдық төлемнен артылмайтын. 20 жыл бұрын жары басқа адамға кетіп қалған еді. Сенен болашақ көрмеймін деген сол кезде. Содан бері Мұрат жалғыз өмір сүріп келеді. Баласы да, жақын туысы да жоқ. Өмірі тым тыныш, тым бос болатын. Сол күні подъездің алдына келгенде бір түрлі әлсіз дыбыс естілді. Әуелі желдің гуілі шығар деп ойлады. Бірақ дыбыс тағы қайталанды. Мұрат баспалдаққа жақындай бергенде жүрегі шым ете қалды. Бір жыртық көрпеге оралған 3 кішкентай қыз отыр екен. Үлкені шамамен 7 жаста, ортаншысы 5-ке енді келген, ал кенжесі 3 жасар сәби ғана. Үшеуі де қалтырап отыр, көздері қорқынышқа толы, қастарында бүктелген қағаз жатты. Мұрат оны алып оқыды. Аналары қайтыс болды, әкелері жоқ. Өтінемін, оларды далада қалдырмаңыз. Қолтаңбасы да жоқ. Тек осы бір ауыз сөз. Мұрат үнсіз тұрып қалды. 3 қыз да оған үрейлене қарап отыр. Ең үлкені 2 сіңілісін құшағына қысып алған. Өзі тоңып тұрса да, оларды жылытуға тырысып отырғаны көрініп тұр. Сол сәтте Мұраттың ішінде әлдебір сезім оянды. Көп жылдан бері мұншалық ауыр әрі жылы сезімді қатар бастан кешірмеген еді. Ол еңкейіп, қорықпаңдар қарақтарым деді жай ғана. Қыздар үн қатпады. Мұрат оларды көтеріп өз бөлмесіне алып кірді. Бөлме тар болғанымен іші жылы еді. Қолында бар көрпе төсегін шығарып үшеуін темір кереуетке жатқызды. Шәйнекке су қойып кештен қалған көжені жылытып берді. Кішкентай қыз алғашында қасықты ұстай алмай отырды. Мұрат өзі тамақтандырып берді. Тамақ біткен соң кішкентай қыз оның ескі жүн жемпірін құшақтап жатып ұйықтап қалды. Ал үлкен қыз әлі ұйықтамаған. Үнсіз ғана Мұратқа қарап отыр. Атың кім? деп сұрады ол. Айша. Сіңілдерің ше? Мадина. Ал мынау Айлин. Аз ғана үнсіздік орнады. Сендер қашаннан бері көшеде жүрсіңдер? Айша төмен қарады. 2 күн. Тамақ іштіңдер ме? Қыз басын шайқады. Мұраттың көзіне жас келді. 7 жастағы қыздың жүзінде балалықтан гөрі үлкен адамның мұңы басым еді. Ал осы уақытқа дейін қарындастарына ана да әке де болып келгені көрініп тұр. Түн ортасы ауғанда үшеуі де ұйықтап қалды. Ал Мұрат орындықта отырып ұзақ уақыт оларды үнсіз қарап шықты. Ертең жетімдер үйіне хабарласуым керек. Заң солай. Балаларды мемлекет қамқорлығына беруім тиіс. Ол мұны жақсы білетін. Бірақ таң ата кішкентай Айлин ұйықтап жатып оның жемпірін құшақтап жатқанын көргенде қолы телефонға бармады. Оның орнына ас үйге барып қарақұмық ботқасын пісірді. Сол күні олар тағы да бірге болды. Келесі күні де бір апта да өтті. Сол 7 күннің ішінде үйдің іші бұрын-соңды болмаған күлкіге толды. Айлиннің сыңғырлаған күлкісі, Мадинаның қабырғаға салып отырған суреттері, Айшаның үнсіз жүріп бөлмені жинастыруы. Кешке бәрі бірге шай ішетін, Мұрат ертегі оқып беретін. Кейде қыздар 12 жағына жабысып ұйықтап қалатын. Сол кезде ғана Мұрат бір шындықты түсінді. Бұл 3 қыз оның өміріне кездейсоқ келмеген еді. Олар оның жалғыздығын алып кеткен болатын. Бір аптадан кейін ол өзіне өзі, мен оларды енді ешқайда жібере алмаймын деді. Осы бір сөз оның бүкіл өмірін өзгертетінін ол әлі білмеген еді.
бір апта өткен соң Мұрат Әбдіқадырұлы өміріндегі ең ауыр шешімді қабылдады. Ол қыздарды балалар үйіне жібермейтін болды. Бірақ бұл оңай емес еді. Заң бойынша балалар міндетті түрде қамқоршылық бөліміне тіркелуі керек болатын. Мұрат қыздарды жасырғысы келмеді. Ол тек олардың қайтадан тағдырдың тәуекелге түсіп кетуінен қорықты. Ертесіне таңертең ол 3 қызды ертіп аудандық қамқоршылық бөліміне барды. Кабинетте отырған қызметкер құжаттарға бір қарап, Мұратқа бір қарап шықты. Балалар сізге кім болады? Ешкім емес. Бірақ мен оларды тәрбиелегім келеді. Қызметкері таңырқай қабағын түйді. Жасыңыз 42-де екен, отбасыңыз жоқ, тұрақты үйіңіз де жоқ. Күзетші болып жұмыс істейсіз. Осындай жағдайда 3 баланы қалай асырайсыз? Мұрат үнсіз қалды. Бір сәттен кейін ғана жайлап, қалай екенін білмеймін, бірақ қолдан келгеннің бәрін жасаймын деді. Қызметкер ауыр күрсінді. Балалар үйінде жағдайы жақсырақ болады. Осы кезде 7 жасар Айша орнынан тұрып, біз әкемізден кетпейміз деді. Кабинет іші жым-жырт болып кетті. Қызметкер таңырқап, ол сендердің әкелерің де емес қой. Айша батыл жауап берді. Қанымыз бір болмаса да бізді далада қалдырған жоқ. Әке деген сол. Бұл сөз бәрінің жүрегіне жетті. Қызметкер үнсіз қалды. Содан кейін құжаттарды қабылдап, уақытша қамқоршылық рәсімін бастауға келісім берді. Бірақ алда талай қиындық күтіп тұрды. Әр апта сайын жаңа анықтама, жаңа тексеріс, жаңа сұрақтар. Бір күні комиссия Мұраттың бөлмесін көруге келді. 8 шаршы метрлік тар бөлмені көргенде бір инспектор басын шайқады. Мұнда 4 адам қалай тұрады? Мұрат үнсіз ғана қыздарға қарады. Олар бұрышта кітап оқып отыр екен. Бөлме тар болғанымен тап-таза, төсектер жиналған, ыдыстар жуылған, қабырғаға Мадина салған гүлдердің суреті ілулі тұр. Инспектор бәрін үнсіз қарап шықты. Кетерінде жағдай қиын екен, бірақ балалардың көзінен қорқыныш көрмедім деді. Көршілер де бұл жағдайды әртүрлі қабылдады. Бірі өз күнін әрең көріп жүрген адамға бұл не керек деді. Екіншісі ертең өзі де қиналады, ал кейбіреулері қол ұшын созды. 3-ші қабаттағы зейнеткер Зейнеп апа қыздарға жылы көрпелерін әкеліп берді. 5-ші қабаттағы Нұрлан аға ескі болса да мықты шкафын түсіріп берді. Жұбайы Гүлжан 3 қызға арнап көрпе жастық тігіп шықты. Бір күні подъезд тұрғындары жиналып, бос тұрған шағын қойманы Мұраттың пайдалануына рұқсат берді. Балаларға орын керек болады деді Нұрлан. Мұрат қуаныштан не айтарын білмеді. Келесі демалыста қолына балға мен ара алып қойманы жөндей бастады. Қабырғаларын ақ түске бояды. Ескі тақтайлардан 3 кереует жасап шығарды. Бір тұрғынның тастаған кілемін жуып кептіріп балалар бөлмесіне төседі. Терезеге перде ілді. Кішкентай ғана бөлме әп-сәтте балалардың бөлмесіне айналды. Айлин алғаш кіргенде қуаныштан қол шапалақтады. Әке, мынау біздің үйіміз бе? Мұрат жымиып, иә қызым, бұл сендердің бөлмелерің. Айлин жүгіріп барып жаңа кереуетке секіріп шықты. Мадина қабырғаға бірден сурет ілуге кірісті. Ал Айша үнсіз ғана бөлмені қарап тұрды. Бір кезде Мұраттың жанына келіп, рахмет әке деді. Мұрат селк етіп қалды. Бұл сөзді ешкім оған өмірінде айтып көрмеген. Ол қыздың басын сипап, әке дегенің жараса ма маған деп күлімсіреді. Айша көз жасын әрең ұстап, иә, өйткені бізде енді сізден басқа ешкім жоқ. Мұрат сыртқа шығып кетті. Қыздарға білдіргісі келмеді. Бірақ дәлізге шыққан соң көзінен жас парлап ақты. Бұл мұңның емес, бұл өмірінде алғаш рет өзін біреуге шын керек адам ретінде сезінген адамның көз жасы еді. Мұрат сол күннен бастап бұрынғыдан да көп жұмыс істей бастады. Күндіз күзетшілік етті, түнде қойма күзетті. Таңертең базарда жүк түсірді, кешке көршілердің бұзылған крандарын, электр сымдарын жөндеп беретін. Өзі кейде бір үзім нанмен ғана жүретін. Бірақ қыздардың дастарханын ешқашан бос қалған емес. Өйткені ол бір нәрсені жақсы түсінді.
өзінің бақыты енді осы үш қыздың күлкісінде еді. Күз аяқталып қыс түсті. Алматының көшелерін аппақ қар басып, таңертеңгі аяз бет қарып тұратын болды. Мұрат үшін әр күн таңғы 5-те басталатын. Ол пешке шәйнек қойып, қыздарға ботқа әзірлейді. Кейде қарақұмық, кейде тары, ал жалақы жаңа түскен күндері ғана сары май мен жұмыртқа алатын. Бірақ дастархан қаншалықты жұпыны болса да, үйдің іші мейірімге толы еді. Bir күні Айша: «Әке, біз мектепке бармаймыз ба?» деп сұрады. Мұрат үнсіз қалды. Ол бұл сұрақтың бір күні қойылатынын білген. Сол күні ақ жақын маңдағы мектепке барып, 3 қызды оқуға қабылдауын өтінді. Мектеп директоры құжаттарды қарап шығып: «Жағдайларыңыз қиын екен, бірақ балалар білім алуы керек. Біз қолдан келген көмекті аямаймыз» деді. Көп ұзамай Айша 1-ші сыныпқа емес, өз жасына сай 2-ші сыныпқа орналасты. Мадина даярлық тобынан кейін 1-ші сыныпқа қабылданды, ал кішкентай Айлин балабақшаға жіберілді. Алғашқы оқу күні Мұрат ерекше толқыды. Қыздардың үстіндегі киімдердің көбі көршілер берген болатын, аздап үлкендеу. Бірақ тап-таза жуылып, ұқыпты үтіктелген. Мектепке жеткенде кейбірі балалар таңырқай қарап тұрды. Айша ешкімге мән берген жоқ. Сіңілдерінің қолынан ұстап сыныпқа кіріп кетті. Сабақ аяқталған соң сынып жетекшісі Мұратты шақырып алды. «Айша өте зерек қыз екен» деді мұғалім. Бүгінгі сабақтың бәріне белсене қатысты. Сәл кідіріп, бірақ аяқ киімдері әбден тозып қалыпты. Ертеңіне 3 қыздың партасының жанында 3 қорап тұрды. Ішінде жаңа қысқы етік. Мұғалім: «Бұл ата-аналар комитетінің көмегі» деді. Мұрат бәрін түсінді. Бұл мұғалімнің өз ақшасына алынған сыйлығы еді. Ол алғысын айтып басын иді. Кейде рахмет деген сөздің өзі жеткіліксіз болады. Айша сабақтан соң бос уақытында кітапханадан шықпайтын. Кітап оқуды әкесінен үйренді. Кешке үйге келгенде екеуі ұзақ әңгімелесетін. «Әке, заң деген не? Заң әділдік орнату үшін керек нәрсе, қызым. Ал неге кейде әділ адамдар қиналады?» Мұрат ойланып қалатын. Өйткені әділдікті сақтау оңай емес, бірақ біреу соған міндетті. Айша бұл сөздерді есінде сақтап қалды. Мадина мүлде басқа болатын. Ол қолына түскен кез келген қағазға сурет салатын. Кейде дәптердің шетіне, кейде газетке, кейде қардың бетіне таяқпен сурет сызатын. Bir күні бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі оның суреттерін көріп: «Сенің ерекше дарының бар екен» деді. Содан бастап мектептен оған түрлі түсті қарындаштар мен бояулар берілді. Мадинаның қуанышында шек болмады. Ал Айлин ол үйдің шуағы еді. Ән айтуды жақсы көретін. Таңертең де ән, сабаққа бара жатқанда да ән, үй жинап жүріп те ән. Дауысы сондай таза болатын. Көршілер есіктерін ашып қойып тыңдайтын. Зейнеп апа күліп: «Мына қыздың дауысы бұлбұлдың үніндей екен» дейтін. Bir күні кешке Мұрат жұмыстан қатты шаршап келді. Қолдары тоңып кеткен, арқасы сырқырайды. Қалтасында небәрі бірнеше 100 теңге ғана қалған. Ол ештеңе білдіртпей күлімдеп үйге кірді. Бірақ Айша бәрін сезді. Қыз ас үйге кіріп дастарханға 4 тілім нан мен 1 шәйнек шай қойды. «Әке, бүгін бізге осының өзі жетеді». Мұрат: «Қызым, қарның аш емес пе?» «Жоқ». Бірақ Айша өтірік айтып тұрған. Мұрат оның көзінен ақ түсінді. Сол түні өзі тамақ жемеді. 3 қыз ұйықтап қалған соң ғана үстел басында үнсіз отырып қалды. Осылар ештеңеден таршылық көрмесе екен деген жалғыз тілек көкейінен кетпеді. Арада бірнеше ай өтті. Мектеп үздік оқушы байқауы өтті. Айша 1-ші орын алды. Мадина сурет байқауында жеңімпаз атанды. Ал Айлин балалар ән фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды. Үшеуі де марапаттарын көтеріп үйге жүгіріп келді. «Әке, біз жеңдік». Мұрат оларды құшағына қысып: «Мен сендерді мақтан тұтамын, қыздарым» деді. Ол сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Көз алдында бір көрініс қайта-қайта келе берді. Қарлы қараша кеші. Подъездің алдындағы 3 кішкентай қыз
егер сол күні ол өтіп кетсе, егер есікті ашпағанда, бәлкім бүгінгі қуаныштың ешқайсысы болмас еді. Сол сәтте Мұрат жүрегінен шыққан бір ғана сөзді сыбырлады: Аллаға шүкір. Өйткені ол өміріндегі ең дұрыс шешімді дәл сол суық кеште қабылдаған еді.